Баршаға сәлем, осылай киімдерімді жинап отырғам. Бір кезде мама хабарласты, кешкеге келіндер нағашы әпкеңді тамаққа шақырып жатырмыз деп. Енді келін болғаннан кейін орнынан ұшып тұрып қалған уақытында кете бермейсің ғой. Бірінші үйің тазалап аласың, қамыр ашытып қойған болатынмын нанға деп. Соны тездетіп пісіріп алайын деп пешке салып жібердім. Сосын кешкі тамақты да ертерек дайындап қоя берейін деп анау-мынауын турап, етімді қуырып бастадым. Нандарымды да пісіріп алдым. Нанның қамырынан алып бауырсақты пісірдім. Кешкі тамаққа қосымша болсын деп. Наным дайын, бауырсағым пісті, тамағым дайын, ал енді келінге кете беруге болады. Сіздер де бір жаққа кетпестен бұрын осылай барлығын дайындап кетесіздер ме? Өйткені менің ата-енем күнделікті жұмысқа барады. Жұмыстан шаршап келген кезде тамағы дайын болмаса, үй жайрап жатса да ол да дұрыс емес. Сондықтан осылай дайындап кеттім. Үлкен балаларды атасы мен әжесіне тастап, Ақсезімді ғана алып келдім. Үйге келсем, әпкем мен жеңгем дастархан тақтап жатыр екен, мен де кірісіп кеттім көмектесіп. Жеңгелеріміз келді, тамағымызды дайындадық, қонақасысын беріп алдық. Төркініммен бір қалада тұрсам да көп жиі бармаймын ше. Ал сіздер айына немесе жылына төркінге неше рет барасыздар, қонасыздар ма төркінде?